Ал Жетісу облысында колледж студенттері арасында ерекше жарыс өтіп жатыр. Білімгерлер спорттан ғана емес, оқып жатқан салалар бойынша да сынға түсті. Байқауға 200-ге жуық студент келген. Олар Талдықорғандағы және Текелідегі колледждерге бөлініп, 27 мамандық бойынша үздіктерді анықтайды. Дәнекерлеушілер темірден түйін түйсе, ағаш шеберлері жиһаз жасап, шаштараздар шаш құю үлгісін көрсетті. Аспаздар түрлі тағам әзірледі, графикалық дизайн, бағдарламалау бойынша да мықтылар сараланды. Жастардың еңбегін кәсіпорын жетекшілері мен тәуелсіз сарапшылар бағалайды. Кейін Жетісу облысының құрамасы жасақталады. Үздіктер маусым айында Астанада өтетін республикалық сайысқа қатысады. Нарықтағы қажетті мамандарды даярлауға, қазіргі кездегі өндірісте болып жатқан технологиялық өзгерістердің барлығын есепке алып, жаңа оқу бағдарламаларына енгізіп, осы оқу бағдарламасына сәйкес мамандарды даярлауға, сонымен қатар бұл жұмысшы мамандығының абыройын көтеріп, мүмкіндіктерін асыруға мүмкіндіктер береді.